Балалар, бүгінгі тыңдайтын ертегілерің мұрагерлік жайында болмақ. Ертеде бір қарияның 4 ұлы болыпты. Бір күні ақсақал ұлдарын қасына шақырып алып, «Мен қартайдым, біреуіңнің үй иесі болатын уақыттарың жетті. Кімнің ақылы байлығына сай болса, сол мұрагерім болады» дейді екен. «Әрқайсың маған байлықтарың мен ақылды екендеріңді көрсетулерің керек» дейді. Сонда үлкен ұлы тұрып, асыл тас салған жүзігінің көзін көрсетіп, «Әке, міне менің байлығым. Ал кім бай болса, сол ақылды» дейді. Екінші ұлы асыл киімдерін киіп, әдеміленіп келеді. «Әке, мен осы түрімде көргендер ақылым мен байлығыма таң қалады» дейді. Үшінші ұлы да күміспен және алтынмен апталған белдігін көрсетіп, «Мұндай белдікті ешкім ешқашан тағып көрген емес» дейді. Әкесі үлкен балаларына қарап, басын шайқайды да, ең кіші ұлына бұрылып, «Балам, сен неге үндемейсің? Сен қандай байлығыңмен мақтанасың?» дейді. Сонда кенже ұлы, «Әкетайым, менде асыл тасты жүзікте, сәнді киімде, алтын күміспен апталған белдікте жоқ. Тек жұмысқа жарамды 2 қолым бар, қайрат жігерге толы жүрегім бар» дейді. Қарияға кенже баласының тапқыр да ойлы сөзі ұнайды. «Дұрыс айтасың балам. Жұмыс істей білген адам жұтамайды» деп, өзінің кенже ұлын мұрагер етіп, үй шаруасын басқаруға тағайындайды. Үлкен балаларына інісінің айтқанынан шықпай, талабын орындауды өсиет етеді.